Жақсылардың татуласуы. Бауыржан Момышұлының асыл қасиеті. Қос алыптың атағы аспандап, аттан түспей тұрған шағы екен. Бірде Бауыржан Момышұлы мен белгілі ақын Қалижан Бекқожин екеуі қатты ренжісіп қалыпты. Көпке дейін бір-бірімен сәлемдеспей, сөйлеспей жүріпті. Бір күні жазушылар одағында үлкен жиын болатын болып, жиналысқа келген ақын жазушылар бір қатарда отырыпты. Жиынның басталар алдында залға Бауыржан Момышұлы кіреді. Әдеттегідей, ол кісі келсе, жұрттың назары сол кісіге ауады ғой. Залдың орта тұсында ақын жазушылар отырған қатарға жақын келіп, бір студентке «Мен кіммін?» деп дауыстап сұрапты. «Сіз Бауыржан Момышұлысыз» деп жауап беріпті студент. «Дұрыс айтпадың, мен кіммін?» деп қайталап сұрапты. «Сіз қазақтың атаңызға айналған батыры, жазушысы Бауыржан Момышұлысыз» деген студентке қарап дауыстап, «Жоқ, сен дұрыс айтпадың. Мен қазақтың атақты ақыны Қалижан Бекқожиннің ағасымын» деген екен. Сол кезде Қалижан Бекқожин орнынан ұшып тұрып, «Ой аға, айып менен, мені кешіріңіз» деп құшағын жая ұмтылған екен. Сөйтіп, Бауыржан Момышұлы мен Қалижан Бекқожин екеуі құшақтасып, төс түйістіріп, қайта табысып, татуласыпты.